Сенің өзінде 5000 жарылғыш табылды. Түсініп тұрсыздар ма? Қаланың ішін аулаларға кіру керек болып отыр. Кейбір жерде үйлерге кіру керек болып тұр. Кіре бергенде заң бар ғой. Заң бар. Олар да қорқады. Соны кеше мына облыстың прокуроры бізге өзіне жауапкершілік алып, рұқсат берді, қаулы берді. Кіріңдер үйге. Біз кіріп жатырмыз. Бересіздер ме қораға кірген? Жазылмасын. Үйге кіреміз біз. Үйде жаңа тесік бірден көріп тұратын болса, үйде гранат үйге кіреміз. Сондықтан біз бізге рұқсат беріңіздер. Содан кейін біз қалаға кіргенде бір белгілі тәртіппен кіргіземіз. Осындағы жиналған қауымды бірінші кіргіземіз. Бізге ертең айталық сағат 6-да қаланы ашамыз деп баянлар айтса, сағат 4-те осы жерге автобустарда келеміз біз. Автобусқа отырасыздар, ұйымдасқан түрде сіздерді бірінші кіреміз қалаға. Қалаға барғаннан кейін өзіне сіздерге әрқайсыңызға мынандай жадынама береміз, памятка береміз. Қара өз жерге осторожно кіру керек. Кірген кезде үйлеріңіздің алдында біздің өкілдеріміз тұрады, бір сапер тұрады, бір участковый тұрады, бір әкімшіліктің адамы тұрады. Сіздермен бірге кіреді. Кіріп, протоколны бәрін қарап шығады. Ішінде жаңа жарылғыш зат бар ма, қай жері бұзылды, бәрін суреттеп түсіріп алады, мына видеоға түсіріп алады. Сөйтіп протокол жасайды. Оған қол қоясыздар өздеріңіз.